Құрметті студенттер, біздің EduMaz платформасының видеосабағына қош келдіңіздер. Бұл бізде теориялық видеосабақ, яғни бұл жерде біз екіде Томас Калкулус кітабының 2-2 параграфындағы функцияның лимиті және лимит ережелерін қарастыратын боламыз. Яғни функцияның мәндерінің шектері дегеніміз, бізде ағылшынша ол жерде limits of function values деп те келуі мүмкін. Жалпы функцияның лимиті дегеніміз не? Функцияның y тең f(x) белгілі бір ц нүктесіндегі, бірақ ц-ның өзінде емес, оның маңайындағы мінез құлқын зерттеген кезде, біз жиі осы нүктенің маңайындағы функцияның мәніне назар аударамыз. Яғни, бізде қандай да бір функция берілуі мүмкін, және де ол функцияның мәніне біз белгілі бір ц деген мәнді қоя алмауымыз мүмкін. Яғни, біз мына графикке қарайтын болсақ, біз бұл жерде 1 деген санды функцияның орнына қоя алмаймыз. Неге? Өйткені біз оны 1-ді орнына қоятын болсақ, біздің бөліміміз 0-ге тең болып кетеді, 1-ден 1-ді азайтамыз, 0 болады. Ал біз кез келген санды 0-ге бөле алмаймыз. Яғни біз 0-ді санға бөле аламыз, бірақ та санды 0-ге бөле алмаймыз деген ережеміз бар. Егер бізде осындай функция берілетін болса, біз осы функцияның ц нүктесіндегі мәнін таба алмаймыз, бірақ та осы ц-ға шексіз жақын нүктелердегі оның мәні қандай болуы мүмкін деген сұраққа жауап беруімізге болады. Енді функцияны ц нүктесінде есептеу барысында 0-ге бөлуге әкелген кезде анықталмаған мән туындайды, яғни біз осы жаңа айтып кеткен анықталмаған мәніміз шексіздікке тең болып кетеді. Біз мұндай жағдайды y-тің лездік өзгеріс жылдамдығы, яғни y бөлінген h қатынасын зерттегенде h 0-ге жақындағанда кездестіреміз, яғни біз қарасақ, мынандай y бөлінген h деген мәніміз келген кезде, біз h-тың орнына 0-ді қоя алмаймыз деген сөз. Егер қоятын болсақ, ол бізде шексіздікке ұмтылып кетеді. Келесі мысалда біз функцияның өзінде тікелей есептей алмайтын белгілі бір нүктенің маңайында f(x) функциясының қалай әрекет ететінін сандық түрде зерттейміз. Яғни біз бұл функцияны әрине ц-ға теңестіре алмаймыз x-тің орнына, бірақ та біз оны шексіз жақындата аламыз. Сол кезде біз функцияны қалай анықтай аламыз, оның мүмкін мәні қандай болу керек деген нәрсені осы бізде лимит, яғни шек зерттейді екен. Енді бірінші мысалымды қарастырайық. Бағанағы есебіміз бойынша y тең x квадрат азайтылған 1, x алу 1 функциясы x тең 1-ге жақындағанда қалай әрекет етеді деген сұрақты қойып тұр бізге. Енді оны шығарып көрейік. Ең алдымен біз бұл функцияны x-тің 1-ге шексіз ұмтылдырып көреміз. Осы кезде бізде x-тің 2 дәрежесі бөлінген x азайтылған 1 деген функциямызды өрнектеп көруіміз керек. Енді біз 1-ді бұған қоя алмаймыз, алайда біз оны өрнектей аламыз. Оны өрнектегенде қалай өрнектейміз деген сұрақ туындаса, біз мынаны жақшаға жіктей аламыз, алымын жақшаға жіктесек, x азайтылған 1 және де x қосылған 1 болады. Ал бөлімінде x азайтылған 1 болады. Осы кезде біз қарап тұрсақ, екі ұқсас мүшеміз бар. X азайтылған 1 мен x азайтылған 1-ді қысқартатын болсақ, біздің лимитіміз x 1-ге ұмтылған кезде жаңа функциямыз пайда болды. Ол x қосылған 1. Енді осыған 1-ді қоя аламыз ба? Әрине қоя аламыз. Өйткені ешқандай бөлімі жоқ, және ол 0-ге тең болып кетіп жатқан жоқ. Сонда 1-ге қоятын болсақ, 1 қосылған 1, ол бізде 2 деген мәнді береткен. Яғни біз x-тің орнына 1 деген мәнді қойған кезде, біздің y-іміз 2 деген мәнге тең болады деп айтсақ болады, немесе оны дұрысырақ айтатын болсақ, егер біздің x-іміз шексіз 1-ге ұмтылған кезде, y-іміз шексіз 2-ге ұмтылады дегенді білдіреді. Яғни міне бірінші функциямызды біз екінші функцияға қарай түрлендірдік. Осы кезде көріп тұрғаныңыздай бізде 1 мен 2 деген нүктелеріміз бой алып тұр, яғни біз мына жақтан және мына жақтан шексіз оны 1-ге ұмтылдырған кезімізде, біздің y-іміз шексіз 2-ге ұмтылады дегенді білдіреді. Келесі, шектерді есептеу кезінде бірнеше негізгі ережелер күрделі функцияларды қарапайым функцияларға бөлуге мүмкіндік береді. Осы заңдарды қолдану арқылы біз шектерді есептеудің көптеген түрлерін айтарлықтай жеңілдете аламыз. Енді қарайтын болсақ, бізде әрдайым f(x) деген ғана функция келмеуі мүмкін, бірнеше функциялар араласып келуі мүмкін. Сол кезде біз осы берілген 7 ережені қолданамыз. Яғни бірінші бізде қосынды ережесі деп тұр. Егер де бізде күрделі функция беріліп, f ішіндегі x қосылған g ішіндегі x болса, ол кезде біз кезек-кезек осы fx-тің ц-ға ұмтылған кезін және де gx-тің ц-ға ұмтылған кездерін бөлек-бөлек есептеп, оларды бір-біріне қоса салсақ та жеткілікті екен. Айырма ережесі дәл солай, тек қосудың орнына азайту қолданамыз. Ал тұрақты көбейткіш ережесі дегеніміз не? Мысалы, бізде функциямыз 4x-ға тең болу керек деп айтсақ, біз осының алдында, x-тің алдында тұрған санды коэффициент деп атаймыз. Енді осы коэффициентпен келген кезде біз оны қалай шығарамыз дейді? Коэффициенті өзгеріссіз қалады деп тұр. Яғни біз мынаны лимит қандай да бір ц-ға ұмтылады десек, біздің коэффициентіміз, мысалы 4x функциясын, бұл кезде бізде 4 қалады да, лимит x ц-ға ұмтылады, және де
ол x болады. Осы кезде бізде лимит x-ті x қамтылған кезде бұл бізде 4l дегенді немесе 4c деген мәнді береді екен. Осы туралы айтылған. Келесі бізде көбейтін ережесі. Енді бұл жерде коэффициент емес, кәдімгідей екі функция бір-біріне көбейтіліп тұрса не істейміз? Бұл кезде де әрбір функцияның өзінің лимитін тауып аламыз да, оларды жай ғана бір-біріне көбейтіп жібереміз. Енді бөлім ережесі дәл солай. Енді дәреже ережесі. Дәреже болған кезде біз функцияның ішіне лимитті кіргіземіз да, дәреже өз қалпында қала береді. Сол кезде біз соңында лимитіміздің шыққан функциямыздың қайтадан сол дәрежелей саламыз дегенді білдіреді. Түбір ережесі дәл солай. Негізі түбір дегенімізде дәрежеден шығады. Тура сол ереже бойынша жұмыс істейді екен. Жалпы осы бүгінгі біздің лимитқа байланысты тақырыбымызды түсіндірдік. Келесі сабақтарда біз осыларға байланысты есептер шығаратын боламыз.